1966 жылдың тамызында түсірілген бұл суретте Теміртау қаласының орталық алаңы бейнеленген. Ол кезде қала шартты түрде 3 бөлікке бөлінді: ескі қала, шығыс бөлігі және социалистік қала. 1960 жылдардың ортасына қарай Теміртаудың басты алаңы Ленин даңғылы мен су қоймасына қарай төмен түскен социалистік қаланың орталық алаңы болып саналды. Алаң 1950 жылдардың аяғынан бастап Ленин даңғылы, Дмитриева және Свердлов көшелерінің қиылысында қалыптаса бастады. Қазір бұл көшелер Республика даңғылы, Абай көшесі және Тәуелсіздік бульвары деп аталады. Алаңның екі жағында Сталинкалар мен Хрущевкалар деп аталатын тұрғын үйлер салынған 34-ші және 35-ші кварталдар орналасқан. Хрущевкалар 1950-60 жылдары салынған кеңестік бір үлгідегі 4-5 қабатта тұратын үйлер. Олар ұстамды сәулетімен, шағын пәтерлерімен ерекшеленеді. Хрущевкалардың тез арада жаппай салынуы КСРО азаматтарының тұрғын үй мәселелерін қысқа мерзімде шешуге мүмкіндік берді. Хрущевкалардың кемшіліктері де бар. Кішкентай ас үй, төбесі төмен, дыбыс оқшаулау жеткіліксіз, лифттің болмауы. Бірақ артықшылықтары да аз емес. Хрущев тоңазытқышы және қайын ененің бөлмесі деп аталатын заттар мен өнімдерді сақтауға арналған кеңістіктер орналасқан. Қазірдің өзінде Теміртаудың тұрғын үй қорында хрущевкалар бар. Айта кету керек, олардың қызмет ету мерзімі 150 жылға дейін жетеді. 1961 жылы сәуірде алаңға Юрий Гагарин есімі берілді. Бастапқыда мұнда бірінші ғарышкерге ескерткіш орнату жоспарланған болатын, бірақ уақыт өте келе жоспарлар өзгерді. Ал 1974 жылы мұнда Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлерге ескерткіш орнатылды. Мүсіннің авторы еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Сурен Назарян. Жауынгердің мүсіні мыстан, пилоны армян туфынан жасалған. Ескерткіштің биіктігі 10,5 метр. 1980 жылы ескерткіштің жанында қайтыс болған самарқандықтардың есімдері жазылған мемориалдық тақталар орнатылды. Алаңда ананың көз жасы деп аталатын су бұрқақ кешені орналастырылған. Гагарин алаңы Самарқанд су қоймасының жағалауына түседі. Бұрында бұл жерде картоп алқаптары болған. 1973 жылы Теміртау автовокзалы ашылды. Ал 2018 жылы автовокзалдың алаңында Аян супермаркеті салынған болатын. Алаңның сол жағында Свердлов Дмитриева қиылысында сауда дүкендері орналасқан. 1981 жылға қарай мұнда заманауи 9 қабатты тұрғын үйлер мен Айгүл жастар кафесі салынды. Қазір кафе өз атын өзгерткеніне қарамастан, халық оны бірнеше ондаған жылдар бойы Шайба деп атайды. Орталық алаңды Дмитриева көшесі бөледі. Суретте көше бойында трамвай желісі бар екенін көруге болады. Ұзындығы 23 километрден асатын құрылыс 1959 жылы аяқталған. Бұл желі Теміртаудың шығыс бөлігін және социалистік қаланы байланыстырады. Суретте тіркелмелі вагоны бар КТМ-1 трамвайы көрсетілген. Трамвайда қатты ағаш орындықтар бар. Жылуы жоқ, жол жүру құны 3 тиын болатын. Суреттің алдыңғы жағында қалалық атқару комитетінің немесе кеңес үйі деп аталатын ғимарат көрінеді. Қалалық атқару комитеті бұл ғимаратта 1960 жылдардың ортасынан бастап орналасты. Бұған дейін қала басшылығы Теміртау қаласының ескі бөлігінде Панфилов көшесінде орналасқан болатын. Осы фотосуреттің түсіру кезінде 1966 жылы қалалық атқару комитетінің төрағасы Александр Григорьевич Ермоленко атқарды. Қалалық атқару комитеті күн сайын азаматтарды қабылдап, қала тұрғындарының өтініштері бойынша апта сайын есеп беріп отырды. Қалалық атқару комитетінің ғимараты соңғы 10 жылдықтарда бірнеше рет өзгерді. Бірақ онда бұрынғыдай қала басшылығы, қазіргі қала әкімінің аппараты мен маслихат орналасқан. Қалалық атқару комитетінің ғимаратының алдындағы алаңда айтарлықтай өзгерді. Бұрын орталық аллеяда өтетін жол Свердлов көшесі болатын. Ал 1970 жылдары алаңның жалғыз әшекей Ленинге арналған мәрмәр 5 метрлік ескерткіш және еңбек батырларының суреттері бар стендтер болды. 2010 жылы Теміртаудың 65 жылдығына арналған суретшілер симпозиумынан кейін алаңда ұлыс тастан жасалған мүсіндер қойылды. Кейінірек бұл мүсіндер металлургтер даңғылына ауыстырылды. Қазір
Қалалық әкімшілік ғимаратының алды каскадты су бұрқақ және бейбітшілік пен келісім деп аталатын архитектуралық композициясы бар бірыңғай алаң. Теміртау қаласының орталық алаңының суреті Қарағанды металлургиялық зауытында фотозертханасының фотосуретшісі Алексей Бондаренко түсірген. Жылына бірнеше рет фотографтар Теміртауды аралап, қарқынды өсіп келе жатқан металлургтер қаласында болған өзгерістерді белгілеп отырады. Суретті негативті ArcelorMittal Теміртау комбинатының суреттер мұрағатында сақталған.